қазақтар бұрын ислам ұстанбаған, ислам діні бір қазақтарға бір жат дін деген секілді ойларды айтып жатады кейбір кісілер. Бірақ қараңыздар, қарапайым мысал. Бізде халықта мынандай сөз бар: 18 мың ғаламды жаратқан Алла дейміз, 18 мың деген сан қай жерден алынды деген сұрақ қоятын болсақ, қараңыздар. Ислам әлемдегі ең классикалық еңбектер бар тәпсірден. Тафсир ат-Табари бар, және имам Куртубидің тәпсір кітаптары бар. Және сол кітаптарда Альхамдулиллахи Раббил Аламин деген аятқа, яғни бүкіл мадақ әлемдердің Раббысы деген аятқа келген кезде, соның түсіндірмесінде осы ғалымдар былай дейді: сондай бір риуаяттар бар, әлемдердің саны 18 мың дейді. Ол не деген сөз? Біздің қазақ ата-бабамыз сол тәпсірлерді оқыған, терең кітаптар, соларды меңгерген, оқыған, тіпті өмірлеріне енгізген сол сөздерді. Күнделікті өмірде айтылатын сөз 18 мың ғаламды жаратқан Алла дейді. Орыстардан ондай естігенсіздер ме мысалы? Аллах, который создал 18 тысяч миров. Ол сөзді күнделікті өмірде айтатындай сөзге айналды ма оларда? Жоқ, бізде сол болған. Яғни қазақ ешқашан да исламнан жұрдай болмаған. Тамам. Бұл тақырыпта ұстазымыз Бауыржан Алиұлының видеосынан алған едім негізі. Алла тағала ол кісіні рахмын ала көрсін.